Армысыздар, құрметті өнерсүйер қауым. Бүгінгі сабақта біз қобызды ұстау әдіс тәсілдерін үйренеміз. Әу баста ата-бабаларымыз жерде малдас құрып отырып қобыз тартқан. Малдас құрып отырғанда қобыздың дүмін жерге немесе тобыққа тиеген. Кейде екі аяқты тізенің астына қойып, тіземенен қысып ұстап та отырған. Кейінірек сәл биіктікке отыра бастаған, орындыққа отырды. Ол кезде дәстүрді сақтай отырып, қобыздың дүмін осы тізенің үстіне қойып тартқан. Бұл әдіс Қырғыз, Қарақалпақ халықтарында әлі күнге дейін бар. Ал қазақ халқында қобызды екі тізенің ортасына қысып, яғни тіземенен бекітіп ұстап отыратын болған. Қобызды бұлай ұстауда міндетті түрде аяққа мән берген жөн. Сол аяқ алдыға шығады, оң аяғымыз сәл артқа қарай жылжып отырады. Аяқтың арасын ашу арқылы біз тіземізбен аспапты қысып отырамыз. Дәстүрлі қобыз ұстау әдісі деп біз мынау қобызды сыртқа, яғни кеудеден алшақ ұстауды айтамыз. Бұл әдістің тағы да бір түрі бар, яғни самайға тіреп ұстау. Қазіргі қобызшылар беттеріне тірейді. Мысал үшін қобызшы Дәулет Мықтыбаев деген атамыз өткен. Ол Ықылас Дүкенұлының ұлы Түсіпбектен қобызды үйренген. Ықылас атамыздың қобыз тарту үлгісін біздің заманымызға жеткізген. Алдағы, яғни сабақтарда біз күйлер жайында айтамыз. Түк күйлер дейміз, болмаса қоңыр күйлер дейміз. Жоғарғы жақта позицияда орындалатын түк күйлерді тартқан кезде ол кісі міндетті түрде қобыздың құлағын былайынан самайына тірейтін болған. Ал енді бірінші позицияда орындалатын қоңыр күйлерді кеудеден алшақ ұстап, осылайынан ұстап отырып тартатын. Қазіргі қобызшылар көбісі қобыздарын жақтарына тірейді. Бұл аспаптың әрі-бері күй тарту барысында қозғалмауына мүмкіндік береді, әрі аспапты бекіту арқылы сол қолдың шек бойында емін-еркін қозғалуына мүмкіндік береді. Қобыз ұстау әдісінің, тарту әдісінің дамуына, жетілуіне үлкен септігін тигізген, ықпал еткен бұл қобыздың басын кеудеге қойып тарту әдісі. Бұл әдісте көріп отырсыздар, қолдарымыз біздің еркін, яғни қобызды сол қолдың бас бармағымен ұстап отырып, бекітіп ұстау қажеттілігі жоқ. Қолымыз еркін қозғалады. Қалай ойнаймыз десек те, не ойнаймыз десек те, мүмкіндігіміз көп. Қобыз аспабы мамандық ретінде оқытыла бастағаннан кейін 65-66 жылдардан бері қарай осы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында алғаш рет қобыз класы ашылған болатын. Сол кезде қобыз ұстау әдісі, қобызды дамыту, жетілдіру мәселелері қозғалған болатын. Сол кезден бастап осы әдіс енгізілді. Ендігі қобыз ұстаудың тағы да бір түрі, бұл қазіргі заманауи түрі, бұл тұрып тарту. Яғни біздің әріптестеріміз өнердегі қобызды бір жағынан насихаттау мақсатында сахнада емін еркін қозғалу үшін араларына билейді, жүріп тұруы ыңғайлы болу үшін қобызды сахнада тұрып тартады. Олар арнайы қоржын жасатып, сол қоржынға аспаптың астыңғы жағын дүмін кигізіп қоятын болған. Кейбіреулері аспаптың шанағына
жаңағы ілмек орнатып, белдікке іліп қойып тартып жүр. Осымен достар, қобыздың ұстау түрлері бойынша бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта біз оң және сол қолдардың қойылуы жайында айтамыз.